Ты чё, сбрить меня решил? Ассалаумалейкум жігіттер, менің атым Алихан, ал мынаның аты Ұстара. Кім білет, танитын бар, танымайтын бар. Бұның жүзін тигізуге болатын жер бар, болмайтын жер бар. Жігіттер, бүгін көтеретін әңгіме Ұстараның жүзін тигізуге болмайтын денелеріндегі 5 жер туралы болмақ. Егер қызық болатын болса, подписаться деген түймешеге бас, жайғас, біз бастаймыз. Біріншіден, шекеңдегі мына жердегі шаштарды қырушы болма. Егер шаштаразың немесе барберің енді қырайын деп қол созатын болса, қолын қайырып, дәл сол салонның ішінде жамбаспен жерге қада. Неге? Өйткені қыратын болсаң мына жерді ең жеркенішті кекілдің иесі сен боласың. Бір аптадан кейін мына жерге тікендеп қайта шаш шыға бастайды да, ұзындығы кекілмен бірдей болмағаннан кейін көзге сырттай жағымсыз көрінеді. Қатты көзге түседі де, 100 жерден красавчик болсаң да, түгелдей сүйкімсіз көрінесің. Ой, отвали я. Ал егер қырып қойған болсаң, амал жоқ. Ұзындығы кекілмен бірдей болуын сабырлықпен күту керек болады. Екіншіден, Құдай маңдайыңа қастарыңмен мынандай құстың суреті салып берген болса, оған ренжіп қастарыңды қыруға асықпа. Өйткені қырылған орта кеше қырылған сақал ұқсап, таңертең көппірдік болып көзге жағымсыз көрінуі мүмкін. Шешімі пинцетпен жұлу немесе лазерді депиляция жасау. Жұлынған шаш тамырымен бірге жұлынып, екінші рет өсуі екі талай болады. Әрине, біз еркектердің қас жұлып, қаспен арпалысқанымыз бізге жараспауы мүмкін. Бірақ сенің бақытты болуыңа тек осы жер ғана кедергі болатын болса, депиляция жасатқаның дұрыс болады. Немесе Мұқасан ағамыз сияқты оны қырғаннан деп ағамыз сияқты красавчик болып жүре бер. Үшінші, Ұстараның жүзін ешқашан да мына жамбасымен таныстырушы болма. Көрсетпе, жолатпа, құрсын. Қырдың ба бітті, инеге отырғандай боласың. Жыласаңды еңіресеңге ешкімге айта алмайсың, ешкімге көмектесе алмайды. Қазір жамбасында шашты алма, тазалама деп тұрғамын жоқ. Әрине, бұл гигиена, таза ұстау керек. Бірақ ұстарамен емес, арнайы триммер қолданғаның дұрыс болады. Төртінші, бұл да айтылмайтын тақырыптардың қатарына жататын және біздер еркектер үшін өте маңызды аймақ болып табылатын мына мүшеміз. Бұл жер ерекше тәсілді талап етеді. Арнайы ұстарамен қыруға болады, бірақ қырылған жер тітіркенуі мүмкін, қасынуы мүмкін, жарақаттануы мүмкін. Немесе тіпті қырына алмайтын жігіттердің абайсыздан өз-өздерін екінші рет сүндетке отырғызып алуы мүмкін. Сондықтан бәлесінен аулақ, бұл жерді де арнайы триммермен тазалаған дұрыс болады. Ал енді соңғысы ол аяқ қолды қыру. Бұнда мәселе ұстарада емес, мәселе түсінікте. Батыста еркектер арасында кеңінен таралғанымен бізде әлі қалыптаса қоймаған бір түсінік. Оған қоса бізде аяқ қолды қыру тек мына қыз-текелер мен әйелдерге ғана тән бір құбылыс деген түсінік қалыптасқан. Сондықтан керексіз жерде қырып тастаған жөнсіз болар деген мақсатта қыруға кеңес бермеймін. Бірақ өзім қырмағаныменен ниеті түзу қыратын жігіттерді сынға алмаймын. Өйткені әлемде көптеген кәсіби спортшылар, футболисттер, велосипедисттер спорт ережелеріне сай аяқ қолдарын қырып жатады. Бірақ сен спортшы болмай, жайдан жай қыра салатын болсаң, әй братандарың мен роднойларын түсінбей қалады деген ойдамын. Ал енді бандиттер, бүгін көтерген әңгіме ұстарамен қыруға болмайтын денелеріндегі 5 жер туралы болды. Егер пайдалы әрі қызық болған болса, мына жердегі подписаться деген түймеше және по-братски лайк бассаңдар риза болатын едім. Сендермен болған мен Алихан, келесі кездескенше салам алейкум.